Мен Абу Насыр Әл-Фараби. Мен 870 жылы Отырар қаласында дүниеге келдім. Ғылымға деген құштарлығым мені Бағдат пен Дамаск шаһарларына жетеледі. Мен математика, логика, философия және музыка салаларында зерттеу жүргіздім. Ғылымдарды жүйелеп, білімнің адам өміріндегі маңызын түсіндіруге тырыстым. Шығыс елдер мені екінші ұстаз деп атады, өйткені мен Аристотель ілімін дамыттым. Мен үшін білім адамды кемелдікке жеткізетін ең үлкен күш. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аяжан, және де бүгін мен сіздерге жаңағы алдында көрсетілген видеодағыдай видеоны, яғни аватар видеоны қалай жасайтынымызды үйрететін боламын. Ең бірінші бізге керектігі бұл күнделікті қолданып жүрген Gemini қосымшасы, яғни Gemini AI, яғни бұл жерде біз Gemini арқылы бізге керекті аватарды жасайтын боламыз. Яғни Gemini'ді ашып, инструментіда создать изображениені басамыз, және изображениені біз описать етіп беруіміз керек, яғни оны қандай болатынын біз оған айтуымыз керек. Мысалы, мен қазіргі видеоны былай жасағым келеді, яғни Наурыз мерекесімен құттықтап жатқан баланы, яғни қазақи нақышта деп жазайын. Мерекесімен құттықтап жатқан, немесе қарияны дейікші, қарияны қазақи нақышта өз үйдің жанында Наурыз көжесі яғни Наурыз мерекесімен құттықтап жатқан қазақ қария атамызды қазақи нақышта киіз үйдің жанында Наурыз көжесі қолында болсын, және болсын дейік. Енді ол бізге қазір банан арқылы, яғни бізге суретімізді дайындап береді. Ол сурет дайындағанша енді біз оның дауысын, яғни оның сөйлеу керек қой, сөйлеген кездегі оның дауысын жасайтын қосымша, ол бізде Eleven Labs деген. Оған кіреміз, оған регистрация өтсеңіздер болады. Менде менде уже регистрация болғаннан кейін сразу өзімнің аккаунтыма кіреді. Және де бұл жерде бірнеше пункттар бар, яғни тексті сөйлете аламыз, дауысты өзгерте аламыз, немесе дыбыстық эффекттер деген сияқты, немесе суретті видеоға айналдыра аламыз. Бізге қазір мен тек тексті оқып тұрғандай жасаймын, яғни қандай да бір текст берем, оны да біз Gemini арқылы алсақ болады. Мысалы, мен мынандай істеп берді. Осыны біз сохранить етеміз. Так, загрузкаға сохранить. Және енді изображение алып тастап, осы атаның құттықтау батасын берді дейміз, және ол бізге қазір текст жасап береді. Сол тексті біз Eleven Labs'қа, яғни аудартамыз. Уа жаратқан ием оңдасын, жақсылық сені қолдасын, ұлы деп осыны алып, әумин дегенге дейін алып, копировать етіп, мына жерге вставлять етеміз. Және осыны дауысты таңдаймыз. Бұл жерде осы дауыс көрейікші. Let me tell you what my grandpa told me when
осыны қолданайық. Енді generated мына жерде бірнеше дауыстар бар. Соны таңдауға болады. Бұл дауыс қазақшаға өте жақын айтып береді негізінде. Қазір жасап көрейік. Яғни generate speech дегенді Уа жаратқан ием ондасын, жақсылық сені қолдасын. Олыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын. Наурыз келді, нұр келді, жер дүние түрленді. Дастарханың аққа толсын, жан ұяң бақ. Міне осылай осы сөзді бізге жасап берді. Оны біз жүктеп аламыз. Енді бізге осы алынған суретті сөйлету үшін Heygen деген қосымша бар. Сол Heygenді ашамыз. Heygenге тоже тіркелесіздер. Менде қазір тіркеліп тұрады. Уже мен бірнеше рет жасағаннан кейін өзімнің аккаунтыма кіреді. Және осы жерде project дегенді басып, project дегенді басамызда new video деп create a video, photo to video, фотоны видеоға айналдыруды басамыз. Және осы жерге фотомызға жаңағы атамыздың фотосын алып келеміз. Міне осы. Және мына жерге жаңағы біздің сөйлеген немізді алып келеміз. Аудиомызды алып келеміз. Осылай оңай жүктеу арқылы қазір біз осы атамызды жаңағы айтқан сөзге, яғни аузын жыбырлатып сөйлететін боламыз. Міне, добавим аудио и create видео. Болды, осындай тез-тез қысқаша түрде оны видеоны жасаймыз, яғни авторлық аватар видео болады. Қайда кетіп қалды бұл кезде? Вот жасалып жатыр. 21%. Көрейік. Уа жаратқан ием ондасын, жақсылық сені қолдасын. Олыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын. Наурыз келді, нұр келді, жер дүние түрленді. Дастарханың аққа толсын, жан ұяң баққа толсын. Ауырмасын тәніңіз, кірлемесін жаныңыз. Ұрпағым өсіп ер болсын, еңбегің жанып ел болсын. Бәле жала алыс болсын, абыройың асқар таудай болсын. Әумин. Міне дәл осылай өте оңай тәсілде біз видеоны жасаған болатын, және де флонтпен оны жүктеп алуға болады. Небәрі бұл бізде 10 минутты алған шығар. Оңай және тез жасауға ыңғайлы AI-лардың бірі. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.